Ahmet ibn Tulun. Бұл әңгіме белгілі ғалым Ибн Касирдің Әл-Бидая ва Нихая атты кітабында былай баяндалады. Күндердің күнінде Тулун мемлекетінің әміршісі Ахмет ибн Тулун патшаның Жәбир деген асыранды ұлы болыпты. Жәбир өте тақуа жігіт еді. Ол жастайынан Құранға ғашық болды. Күнделікті уақытта Құранды өзінің көркем даусымен оқуды әдетке айналдырады. Жәбирдің әке-шешесі жоқ, жетім болатын. Оның бойындағы жақсы қасиетімен Құранды оқудағы көркем дауысы жергілікті патша Ахмет ибн Тулунға қатты ұнайтын. Осыдан кейін патша Ахметті өзіне ұл ретінде асырап алады. Сондай күндердің бірінде патша Жәбирді шақырып, қазынадан бір зат алып келуді өтінеді. Қазынаға бара жатқан жолда Жәбир патшаның әйелі бөтен еркекпен көңіл қосып тұрғанын көріп қалады. Жәбир болса, оларды көрмеген сыңай танытып, қажетті затты алып патшаның алдына барады. Ол патшаның жүрегін жараламайын деп көрген жайт туралы тіс жармайды. Сәлден соң патшаның әйелі Жәбир көргенін жеткізіп берді деген ойда күйеуіне келіп былай дейді: "Уа патшам, сіздің бағып-қағып өсірген ұлыңыз мені төсекке тартты" деп себепсіз Жәбирді айыптайды. Патша естігеніне сенбей қатты ашуланып, дереу Жәбирді алдына шақырады. Сосын ол бойындағы ашуын көрсетпей бір хат жазып, Жәбирге көрші елдің патшасына алып баруға бұйрық береді. Аталмыш хатта былай деп жазылған еді: "Мына хатты саған алып келген адамды дереу өлтіріп, оның денесін маған жеткіз." Алайда Жәбир патшаның әйелі оны себепсіз айыптағанынан және патша оны өлтірмек болған ниетінен хабарсыз еді. Содан не керек, Жәбир хатты алып, оның мазмұнын білместен жолға шығады. Жолда әлгі патшаның әйелі оны тоқтатып, күйеуі өзге елден қомақты алтын алдыратын болды деген ойда болады. Сосын ол Жәбирге былай дейді: "Сен қоя тұр, менің бір өтінішім бар. Сен мына қолыңдағы хатты маған бер, мен өзім жеткіземін. Ал сен өз ісіңді жасай бер" деп хатты алып қалады. Алайда патшаның әйелі хаттың мазмұнынан бейхабар еді. Сосын ол хатты өзінің бұрынғы көңілдесіне береді. Екеуі кенет келген дәулетке кенеліп қалуды көздейді. Әлгі көңілдесі көп ұзамай хатты тиісті жерге алып барады. Сосын көрші елдің патшасы оны өлтіріп, ертесіне таңертең патшаның сарайына оның өлі денесін жөнелтеді. Мұны көрген патша таң қалып, "Бұл Жәбир емес қой, ол қайда?" деп іздестіре бастайды. Жәбир дереу патшаның алдына келеді. Сонда патша долданып: "Сен кешегі менің хатымды өзің алып бармағансың ба?" деп сұрақ астына алады. Жәбир болса хатты өзінің әйелі жолда алып қалғанын айтып береді. Патша түсінбей қалады. Сол уақытта көңілдесінің өлі денесін көрген патшаның әйелі, күйеуі арадағы мән-жайды біліп, оны өлтірген екен ғой деген ойда патшаның алдына барып кешірім сұрап, болған жайттың барлығын өз аузымен айтып береді. Ақиқат ашылғаннан кейін патша әйелін жазғырып, оның кесірінен жастайынан бағып қаққан Жәбирден айырылып қала жаздағаны, оның үстіне оны еш жазықсыз айыптағаны есіне түсіп, алдымен ақиқатқа көз жеткізбегеніне қатты қынжылады. Сол уақытта патша Құрандағы мына аяттың мәнін енді түсінген еді: "Расында Аллах тағала иман келтіргендерді әрдайым қорғайды. Сондай-ақ Аллах тағала барлық қиянатшыл және қасарысқандарды жақсы көрмейді." Осыдан кейін патша Жәбирден кешірім сұрап, оны бұрынғыдан да қатты жақсы көріп, өзінің қолындағы бар дәулетті оған мирас ретінде табыстаған екен. Расында Салман Әл-Фариси исламды қабылдаған ең алғашқы парсылық еді. Шайтан оттан жаралғаны белгілі. Ендеше ол тозақта отқа қалай жанады дейді. Орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып, оны өлтірер едім. Кенет судың бетіне үлкен кит келіп, пайғамбар алейхиссаламды жұтып қояды. Шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімге сенер сенбесін білмеген еді. Адамның сиыры өліп, мұңайып жатса, ол біз үшін қалай қайырлы болмақ деп долданады. Балам менің қолымнан қысып ұстап, "Әке, мен сізді қатты жақсы көремін" деді. Тілім байланып сөйлей алмай қалдым. Абу Лахаб Мұхаммедке пайғамбарлық келгенде діннің таралуына қарсы шыққандардың ең әуелгісі еді. Көшеде бір қолы толық кесілген кісі адамдарға маған қарап ойланыңдар ей халқым, және ешкімге зұлымдық жасамаңдар деп дауыстап жатады. Пайғамбардың жатқан денесін құшақтап, маңдайынан сүйіп, өмірде де өлімде де нендей жақсы адам едіңіз деп өксіп жылайды.